Біз қазір Жетісу облысы Панфилов ауданында орналасқан, осы Әулиеағаш мекеніндеміз. Бұл жерде киелі ағаш орналасқан, 7 ғасырлық тарихы бар, яғни 7 ғасыр бұрын пайда болған осындай киелі ағаш. Бұның тарихын айта кетсек, осыдан 7 ғасыр бұрын Шамашұрық деген әулие бабамыз Меккеге сапарына барған кезде, содан осы жерге тоқтап бір тынығып алайын деп отырғанда аса таяғын тастайды екен. Сол аса таяғын тастағаннан кейін бір түннің ішінде бұл жер таяғы көктеп, орнына осы ағаш пайда болады екен. Осындай тарихи ерекшелігі бар, және бұның қасында 7 ағаш деген бар. 7 ағаш, бұл жерден сөлінен, астынан емдік су шығады. Бұл суды ішуге де болады, және ауырған жеріңізге жағуға да болады. Яғни емдік су, кез келген ауыр сырқаттарыңыздан жазыласыздар дейді. Сосын бұл жерде бақ ағашы бар. Бақ ағашы, бұл 2 ағаштың ортасынан өтсе, яғни бағыңыз ашылады деген ниетпен өтесіз. Содан соң бір ерекшелігі, бұл табиғаттың ағаштардың барлығы құбылаға қарап тұрады екен. Меккеге қарап тұрады, иіліп тұрады. Сосын осы ағаштың айналасына 12 жылдың, жаңағы жыл бастың жас болған. Жылқы жылы, ары қарай барыс жылы бар, және 12 орындық бар. Осы өзіңіздің жолыңызды тауып, орындыққа отырасыз да, осы ағаштан рухани күш, энергия алады деген ниетпен салынған. Бұл жерде осындай Құран аяттар жазылған тас. Мінекей бір кісіге аян түскен болатын, жаңа әулиемізге. Қазақстанның жаңа 99 жеріне осындай Құран аяттарын қою керек деген. Сол бұл 72-ші тас екен. Жалпы 99-ы Қазақстан бойынша бар осындай тастар. Әулиеағаштың жанында киелі бесік бар, жүріңіздер көрсетем. Бұл киелі бесікке келіп, жаңағы перзент көтере алмай жүрген жұптар келіп, осында бір тау етіп, тілеу тілесе, міндетті түрде перзенті болады деген сондай аңыз бар. Міне көрдіңіздер ме, жаңа ғана біздің группаның жігіттері өздері үшін, міне перзенттер үшін әр түйін бір баланы білдіреді. Осылай түйін тілеп, түйін түйіп, бір перзенттен тілеп кетті. Міне қараңыздар.